Қайырлы күн достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін ең дәмді, үлбіреп пісетін алма бәлішінің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші рет жасап тұрған болсаңыз да, бірден сәтті шығатынына кепілдік беремін. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Достар, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен керек заттарыңызды алдын ала дайындап алыңыз. Мен орташа көлемдегі 3 алманы ұсақтап турап алдым. Өте жұқа және ұсақ қылып турағаныңыз жөн. Сонымен таза табағымызға 5 жұмыртқамызды салып, үстіне шекерімізді салып, жақсылап тұрып миксермен араластыратын боламыз. Кем дегенде 3-4 минут араластырыңыз. Сол кезде біздің шекеріміз бен жұмыртқамыздың көлемі 2 есеге ұлғайып, ақшылданады. Ендігі кезекте осы қоспамызға ерітілген 100 грамм сары майымызды құйып, миксермен және араластыратын боламыз. Ұнымызды қоймалжың консистенциямызға салмас бұрын, ең алдымен разрыхлителімізді ұнымызға салып, араластырып аламыз. Содан соң біртіндеп табамызға салып, ақырын миксермен араластырыңыз. Дайындап жатқан қоспаңыз біркелкі консистенцияға келген соң, ұсақтап туралған алмаңызды салып, жақсылап тұрып араластырыңыз. Бұл жерде миксермен емес, жай ғана қасықпен араластырсаңыз болады. Бәлішімізге қосып жатқан алмамыздың дәмі пирогымыздың дәмді шығуына тікелей әсер етеді. Сол себепті тәтті алманы таңдаңыз. Ендігі кезекте дайын қоспамызды пергамент қағазы төселген формаға құятын боламыз. Қоспамызды формаға құйып болған соң, бетін тегістеп, әдемі болып шығуы үшін бір алманы 2-ге бөліп, осылайша жұқа етіп турап, беткі жағын әрлейміз. Бәлішіміздің бетін осылайша әсемдеп болған соң, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 45-50 минутқа салып пісіріп алатын боламыз. Достар, қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты, көтерілді, түрі де керемет. Ендігі сәтте бетін әрлеуге қант ұнтағын пайдалансаңыз болады. Сіздерге дайын болған бәлішімнің бір бөлігін тіліп көрсетейін. Ортасының қалайша жұмсақ болып шыққанын көріңіздер. Қараңыздаршы достар, қандай сочный және жұп-жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршамызға ас болсын!